Ассалаумағалейкум, құрметті әлеуметтік желі қолданушылар. Бүгін сіздермен бірге Сарайшық мемлекеттік тарихи-мәдени музей қорығы. Биыл ұлы жеңіске 77 жыл. Сол 20 ғасырдың фашизмге қарсы күрестің қан төгіспен аяқталғанын білеміз. Қазақ батырлары еріміз жеріміз деп күресіп өздерінің жандарын майданда тастаған болатын. Сол ұлы жеңістің батырларымыздың еліне деген сағыныштың рух беріп жеңгенін де ұмытпаймыз. Батырларымыз майданда жүріп, еліне жеріне деген сағынышпен жазған хаттарымен таныстыратын боламыз. Сондай хаттардың бірі алдарыңызға. Қалам ап жауап жаздым жарым үшін. Хатынды оқып көріп қайнады ішім. Еш адам өз қолымен тоқтата алмас Алланың құдіретті мынау күшін. Ал жарым, менен хабар енді саған. Хатыңыз келіп дейді маған жазған. Оқысам сол хатыңды уайымым көп, жаратқан қуат бесін Алла саған. Әрине ойнап күлер шағын емес. Жетпесін алыстамын состан құлаш. Сар алтын сабыр түбі деген сөз бар. Алладан ықыласпен соны сұра. Елеңдеумен, келердеумен күндіз-түні қайран шеше, білсе уақыт озғанын. Жылдар бойы жырда үзбей үмітін, бозаң белден күтіп құршын боздағын. Қымбатты мама, көптен күткен қат пен посылканы тура алғы шепке жүргелі тұрған сәтте алдым. Бұл 1943 жылдың 10 қыркүйек еді. Өзіме бір ағалма десе де мен қатты қуандым. Кішкене сыйлықты мен сияқты күткен жауынгерлер мен командирлер талап кетті. Үлкен рахмет. Жолымыз сәтті болды. Ал қазір алғы шепте пулеметіммен фашистерді мықтап аңдудамын. Түнде мүлдем дерлік ұйықтамаймыз. Ал күндіз тынығамыз. Міне, қалт еткен сәтті пайдаланып сізге жауап жазып отырмын. Қымбатты әпкетай, бүгін күндіз сәл тынығайын деп жатыр едім. Бірден ұйықтап кетіппін. Сізді түсімде көрдім. Жалпы қазіргі өміріміз көңілді. Фашистермен, қару тілімен келіссөз жүргізіп жатырмыз. Жеңіспен оралған соң айтатын нәрсе көп ақ. Қолыңды қатты қысып, құшып сүйем. Қызың Мәншүк Мәметова. Менің майдангер жолдастарым сәлем айтып жатыр. Сапура жаным, қалың қалай, ауыл ел тегіс аман ба? Қауырттау кезең боп әр қалай, қол тимей кеттау хат жазуға. Сәлем саған отаным, сәлеметсің бе қымбатты сіңлім Сапура. Жиі хат жазамын деймін саған, бірақ жағдай мүмкіндік бермейді. Сенің жазған хатыңды алған соң бірнеше рет хат жаздым. Оны алған алмағаныңды білмеймін. Жақында менен ұзақ уақыт хат болмаса, таңданба. Бұрынғы адреске жаза бер. Себебін кейін хабарлармын. Көкеме, жеңешеме және де басқа да туыстарға менен көп сәлем айтып хат жазарсың. Егер көре қалсаң, мен үшін балалардың бетінен сүй. Өз денсаулығың, өмірің жайлы жиі хат жаз. Көп жаз. Бетіңнен сүйдім, Әлия Молдағұлова. Бұл жақта бөлек ұғымдар, ішіне кетер мұңым бар. Өртеніп кеткен өмірлер, қиылып жатқан ғұмырлар. Жанымның бітпей жарасы, жабырқап тұрмын қарашы. Есейтті мені мың жылға отпенен оттың арасы. Түнеріп әлі қыршындар, еске сап бәрін тұрсыңдар. Сендерге келдім дұға қып, көмусіз қалған қыршындар. Сол майданда тағы да басқа аталарымыз, еліміз, жеріміз деп өздерінің жандарын құрбан еткен болатын. Бейбітшілік шақты көре алмай кеткен аталарымыздың ерлігі әлі есімізде. Ешкімде, еш нәрсе, ешқашанда ұмытылмайды. Биыл ұлы жеңіске 77 жыл. Назарларыңызға үлкен рахмет, сау саламатта болыңыздар. Келесі амандықта жүздескенше.